Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда-ақ берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнен құлағыма сіңірген таныс үнім. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Секел Жанарбек. Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің филология бөлімінің 3-ші курс студентімін. Қымбатты достар, өздеріңіз байқағандай бүгін біз туған тілі, ана тілі тақырыбында сөз қозғаймыз. Әлем әдебиетінің көрнекті ақыны Расул Хамзатовтың ана тілі өлеңімен танысамыз. Бүгінгі сабағымызда шығармадағы көркем бейнелегіш құралдарды анықтаймыз. Және де шығармадағы орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқуды үйренетін боламыз. Ендеше, өлең мазмұнына талдау жасау үшін өлең мәтінімен танысайық. Менімен бірге көз жүгіртіп оқып, өлең мәнеріне, нақышына назар аударып отырыңыздар. Адам деген не көрмейді түсінде. Жатыр екем бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғары күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Аса өзен арқырайды жардырып, жұрт тараған жалғыз мені қалдырып. Мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге табына, жоламайды келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шаңқылдайды шың жақта, бұғылар кеп ыңырсиды бір жақта. Кетті қойдып қыршын ғана жасында, жыламайды ешкім молам басында. Жарым қайда, досым қайда кешегі, анам қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлек мен, бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнінде, екі кісі сөйлес табар тілінде. Мен жатырмын қара жерде көз жұмып, мың екеуі күбірлейді сөз қылып. Қасан деген бір кісінің қулығын, Али деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылып, лездемен тірілдім. Балгер демес, дәрігер демес емдейтін, тек өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге бір тіл емдер басқаларыңды, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өтеуге де бүгін ақ. Мен жаныммын, сүйем осы тілімді, кедей деп ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін үні де, ана тілі ұлы менің өзіме. Махмұт жырын оқу үшін жастауын, күтем әлде аударуын басқаның. Мен болдым ба ең соңғы ақын бүгінде, өлеңдерін жазалар тілінде. Мен сүйемін планетаның барлығын, өзен тауын, әр гүлі мен әр қырын. Мен сүйемін бұл елімнің гүлінде, әлім жолы айттым алар тілінде. Қымбат маған елімнің бар даласы, Балтық пенен Сахалиннің арасы. Қайда болсын қия маған жанымды, туған жерден қазсын бірақ қабірді. Алаша бір жазып қойған құлпытас, тұрса ауылда хабарларда ұмытпас. Ескап жүрер кәрі жасы ақын кеп, мұнда Расул Хамзаұлы жатыр деп. Оқушылар, өлең мәтінімен таныс болдыңыздар. Енді кездескен жаңа сөздерге назар салып көріңіздер. Естеріңізге сақтап жүріңіздер. Олар ассамблея, абар, Дағыстан, асау сөздері. Экранда екі баған берілген. Бірінде өлең жолдарынан үзінді жазылған, екіншісінде тақырыптар берілген. Сіздерге тапсырма. Үзіндіде берілген мағынаны ашып тақырыппен сәйкестендіру. Олай болса тапсырманы орындап көрейік. Енді тексеріп көрейік.
Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Қабір іші. Мен жатырмын қара жерге табына, жоламайды келмейді ешкім маңыма. Жалғыздық. Бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнінде. Екі кісі сөйлес табар тілінде. Тосын үн. Ғасан деген бір кісінің қулығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Екі адам әңгімесі. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылып лездемен тірілдім. Тіл құдіреті. Мен жаныммен сүйем осы тілімді, ана тілі ұлы менің өзіме. Тілді сүю. Келесі тапсырмаға көшпес бұрын әдеби теориялық ұғымдармен таныса кетсек. Сөзді мәнерлі, әсерлі, мағыналы жеткізу үшін ақын жазушылар өзінің туындысына көркемдегіш құралдарды айшықтауды пайдаланады. Солардың бірі эпитет. Эпитет – заттың, құбылыстың айрықша сипатын, сапасын анықтайтын суретті сөз. Мысалы, кәмшат бөрік, ақ тамақ, қара қасты. Риторикалық сұрау. Ойды, сезімді әсерлі жеткізу үшін жауабы өзінен өзі айқын нәрсені әсерлі леппен сұрау түрінде айту. Мысалы, қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға. Келесі тапсырманы орындап көрейік. Алдарыңызда берілген өлең шумақтарынан эпитет пен риторикалық сұрауды табыңыз. Орындап болсаңыздар, бір тексеріп алайық. Дағыстанның кең аңғар күн ыстық. Эпитет. Аса өзен арқырайды жардырып. Эпитет. Мен жатырмын қара жерге табына. Эпитет. Жарым қайда, досым қайда кешегі. Риторикалық сұрақ. Өлеңде берілген екі шумақты алдарыңызға беріп отырмын. Осы шумақты зер сала отырып оқып, қандай айтар ойы бар екен дәптерлеріңізге жазып көріңіздер. Тапсырманы орындап үлгерді деп ойлаймын. Өзге бір тілемдер басқаларыңды, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін-ақ. Туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы. Өссе тілім мен де бірге өсемін, өшсе тілім мен де бірге өшемін. Қай халықтың болмасын тілі өзіне тән қымбат байлығы, қасиетті қазынасы. Сол тілді құрмет тұту әр адамның борышы. Бүгін ана тіліне арналған сабағымыз Расул Ғамзатов менің Дағыстаным шығармасындағы үзіндісімен аяқтағым келіп отыр. Ана тілім, сен маған ризасың ба? Білмеймін. Бірақ менің тірлігім сенсің. Мен сені мақтан етем. Сонау тұңғиық терең жер түбінен жарыққа, күнге, жасыл шөпке асыққан бұлақ суындай ана тілімнің сөздері тірлігімнен қайнап шығып, алқымыма тіреледі. Ерінім күбірлейді. Өз күбіріме өзім құлақ тігем. Ана тілім, саған құлақ тігем. Сонда маған бейне тұңғиықтан шымырлап шыққан таудың аса өзені елестейді. Мен болаттың сыңғырын ұнатам. Қынабынан суырылған екі қанжардың бір-біріне соғылған дыбысын сүйем. Осының бәрі менің тілімде бар, деп ақын тілін елін тебірене сөз етеді.